Сәлем достар, баршаларыңызға бүгін сіздерге ECP ключ ашуды көрсететін боламын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдау кетіңіздер. Алда сіздермен көптеген пайдалы видеолар бөлісетін боламын. Ең алдымен осы сіздер pkgov.kz сайтына кіріп аласыздар. Қазақстан Республикасының ұлттық куәландырушы орталығы деген сайтқа кіресіздер. Және бұл жерде ECH кілтін алу деген батырмаға барасыздар. Төменге қарай түсесіздер, жеке тұлғалар деген таңдайсыздар. Бұл жерде сіздерде 3 қадам шығып тұр, өтінім беру деген батыз. Әрі қарай пайдаланушының келісімді оқыдым деген жерге галочка қойып енгізесіздер. Және де бұл жерде суреттегі кодты енгіземіз. Ары қарай JSN номерлеріңізді жазасыздар осы жерде. Жаз болғаннан кейін JSN тексеру деген батырмаға басасыздар. Ары қарай енгізу дегенді батасы шығады. Осы жерде аты жөндеріңіздің барлығы. Сосын енгізу дегенді басасыздар. Ары қарай номер, иіндеріңіз тағы да жазасыздар осы жерге. Және де телефон номерлеріңізді жазасыздар. Бұл жерде телефон номер сіздердің егов аттарыңызға тіркелген болуы керек. Получить кодты жазасыздар, және де сіздердің аттарыңызға тіркелген номерге, және де қосылуы болу керек. Аттарыңызға тіркелген номерге SMS код келеді. Сол кодты осы жерге жазасыздар. Сіздерге осындай камераға доступ сұрайды. Жоғары жақта X тұр, соны басасыздар бұл жерде. Және де қазір QR шығады, ол QR-ды сканерлейтін приложение болу керек сіздерде. Осы жерге мен QR-ды сканерлейтін приложениенің суретін қалдырып кетемін. Соны скачать етіп, қашықтықтағы адамға ссылкаңызды жіберіп, видео проверкадан өтетін болады. Видео проверкадан өткеннен кейін міне осылай разрешить деп шығады. Ары қарай осы жерге галочка қоясыздар, пайдаланушыны келісім дегенге. Ары енгізу таңдайсыздар, кілт қоймасын таңдауды таңдайсыздар. Сіздер алдын ала өздеріңізге папка ашып қоясыздар. Сол папканы қазір міне таңдайсыздар осылай. Бұл 4-ші қадамда жаңарту дегенді басасыздар. Төменге қарай түсесіздер. Сертификатты жүктеу дегенді таңдайсыздар. Одан ары сіздерде құпия сөздеріңізді жазуды сұрайды. Ұмытып қалмайтындай өздеріңіздің құпия сөздеріңізді 2 қайтара жазасыздар. Не жаз болғаннан кейін сіздерге сертификат сәтті орнатылды деп шығады. Өздеріңіздің алдын ала таңдалып алған жаңа папкаларыңызға ECP ключ осылай жүктеп алсаңыздар болады.